10 адам бар. Оның ішінде жаңағы шектеудің мүгедектігі бар. Бірінші группа мына Иманалина, осы кісі. Сосын екінші группа бар. Екінші топ. Ол енді былай өзі жүретін істейді. Сосын егде тартқан кісілер, қарт кісілерім бар қарамағымда. Ол кісілерге азық түлігін үй жинап дегендей сондай шаруа істейміз. Жаңағы өзіңіз көргендей төсек орын жиыстыруға, киінуге көмектесеміз, киім-кешегін істеуге, үйдің тазалығын ұстаймыз, дәріханаға барамыз, керек жарақтарын әкеліп береміз, ыдыс-аяқ жууға, жаңағыдай көбіне көмектесеміз біздер. Біздің жұмыста негізінде үлкен кісі, егде тартқан адамдар болғасын, бұл кісілерге ең бірінші жүректің жылуы керек, мейірім керек бұл кісілерге. Бұл кісілерге қазіргі денсаулық керек қой, денсаулық бұл кісілерге жүрек жылуымен, мейірімнен бөтен ештеңе керек емес. Соған бұл кісілер баласары мәз болады біздің бір ауыз жылы сөзімізге. Әртүрлі қилы-қилы тағдырлар бар бұл кісілердің. Солардың бәрін көріп, көзімізбен естіп, бізге өздерінің нелері бір отбасы сияқты болып кеттік бұл кісілерді. Бәрін айтады, біз несін сырында, жаңағы жүрегіндегі қайғы мұңында бізбен бөліседі бұл кісілер. 2013-тен бері келеді маған. 2013-тен келді. Маған негізі мен аварияға түскенімде 2008 жылы түстім. Содан балам, жолдасым, өзі жолдасым сау болды. Өзі қарап жүрді. Содан 2013 жылы күйеуімен су түстім Бүйелде. Содан бала кішкентай. Енді ол бір жерге баратын десем, несіне бара алмайды, бәр жерден маған қара көріп болады, папасына қара көріп. Содан мен бір комиссияға барған кезде осы әлеуметтік көмекші сұраған маған. Балам кішкентай деп, сол кезде берді 2013-тен бері. Енді Гүлмира апа дейміз ғой, Гүл апа дейміз. Өте керемет, жаны жайсаң, өмір күліп жүреді. Қандай, енді былай қарасаң, әртүрлі ауырмыз ғой біз. Мысалы мен коляскада отырамын, бірде былай. Қанша адамға барады. Өзіме әйтеуір жақсы тіл табысып кеттік. Өзім туған апамдай сенемін. Бар шаруашылығымды өзіме осындай қорлығымен, өзінің махаббатымен қарайды маған да. Әйтеуір ішімде сырым болса, осы кісімен бөлісемін. Ренжісім болса да, бір болады ғой енді адамда болғасын. Сол, қазір енді осы жолдасым екеуміз тұрып жатырмыз. Жолдасым ауырып қалғасын, осы кісіні берді ғой маған енді. Апамның, бұл кісілердің жұмысы енді былай қараса не ғой? Оңай емес. Бір күнде неше үйге барады, әр адамның әртүрлі, бірде шалы бар, бірде кемпірі бар, біреуі ауыр болса, біреуі жаңағы не істеп отырады. Енді әр адамның несіне подход табу керек та. Кейде мен ренжіп отырамын. Ойбай не болды, жағдайың қалай? Бәрін сұрап, әйтеуір денсаулығымды сұрап, бір жол сөздің өзі адамға демеу береді ғой. Апама енді денсаулық тілеймін, ауырмасын, осылай шапқылап жүре берсін. Бұл кісіге де пенсияға шамалы қалды. Пенсияға кетсе маған кім келеді деп мен де ойындап қоямын. Себебі жастарға жұмыс істегісі келмейді бұндай жұмысқа. Бұл кісілерге деген енді памятник қою керек Нұрдәулеттің қасына. Шын айтамын, себебі жастар деген бәрі енді қалам ұстап, тек қана оңайлы ақшаны ойлайды ғой. Социальный мынандай жұмыста келіп, біреудің үйін жинап, біреудің айтқанын істеп, оны жастар көнбейді. Жас түгілға 40-тағы әйелдер де көнбейді ол. Бәріне оңай ақша керек. Енді осы кісілердің айлығын көбейтсін деймін, апамның айлықтары болып болсын. Дені сау болсын, шауып жүре берсін. Басшылықтарына рахмет деймін, үкіметке рахмет, біздерге осындай жалғызбасты әйел, кемпір шалға, мен сияқты жарым жандарға осындай әлеуметтік көмек беріп, көмек ішіне беріп отқан, біздердің жағдайымызды жасап отқан, былайда да инвалидный шағымнан да үкіметтен біраз пайда алып отыр ғой. Памперсім, пеленкім, коляскам бәрі, оны сатып алсаң, бәрі ақша. Аллаға шүкір, бәрі не ғой, береді тегін. Тек әйтеуір денсаулық сатып алмай отырмыз, басқасын бәрі.
жақсы. Не ма? Бағыманы да білемін. Апа, мына көзім аздары қызарып тұр ма, жалындағыдай? Өмірім өзгерді дегенде енді қалай айтуға болады? Жақсы жағынан енді өзгерді ғой. Енді алдында енді үйде тұрғасын, үйдің шаруасы, үйдің несі ғой. Енді мына жұмысқа бергелі неше түрлі тағдырдың, жаңағы өмірдің несінен соқпағынан өткен адамдармен кездестік. Неше түрлі жаңағы өмірлерде қандай қиыншылықтар болған. Осы кісілерге қарап біз енді өмірде неше түрлі алда тау көп екен, осы тауды жеңіп, бұл кісілер осы не істеп жатқан қарт кісілердің де өмірлері жаңағы не емес қой. Енді ол кездерде қиыншылық болды, сол кісілер өмірдің қиыншылықтарын айтады, жаңағы балдарын қалай өсірген, оқытқандарын, қалай жеткізгендерін, солардың бәрін көре біле енді өмірден сол кісілерден сабақ алдық деуге болады. Біз іс-шаралар өзімізде Назатин көбіне сол іс-шараларға қатысады, шақырады. Өзі активистка негізінде. Қандай нелерге қатысасыз? Ән айтасыз? Жоқ, ештеңе қатыспаймын былай. Енді жаңағы Әудемейтін қазақ жоқ. әудемейтін қазақ жоқ, бірақ өлең айтып, билеп, коляскамен отырып би несем, бұрын бала кезімде танцевальный қатысқанмын. Сосын енді мынандай болып қалып не істеп, енді одан кейін жаңағы мені неге шақырып, фолифтинг та не мына отырып. Сосын мен айттым, ой, мынандай бізде мынандай ауысатын көркем, өзім мен айтамын, өзім сүйегім үлкен, мынандай болып көтердім одан сайын деп, мен жоқ дедім да, қыздар. Маған танцевальный коляскаға мен барамын дедім. Бірақ оған мен звондасам, ондай бізде здание жоқ, бізге лайықталған бірінші этажда. Оны көтеру керек мені біреу екінші этажға. Мен өзім нәнмін ғой, кім мені көтеріп жүреді. Сонымен тренер айтты, мен не могу дейді да, бізге анандай бірінші этаждан берсе здание, помещение. Сонда алуға болады. Мені бірақ сонда да кішкене Гүлмира Аманжолова, Ләззат, сен неге келмей жүрсің деген. Мен айтып, мен де ашсың да бірімізге салды. Ашсың да бір жерлерге барамын ғой. Сонымен сол адам жаңағы енді көбіне сол нелерге қалмаймын, әйтеуір шақырып жатады. Сосын жаңағы неге ана жарыстар болып тұрады ғой, коляскада сондайға қатысамын. Бізде жылына бір рет сондай жарыстар болады ғой. Метание, копия, анау. Іс-шаралардан қалмаймын. Әйтеуір өзім іс-шара түгіл, мынандай не концерт, театр, кино өте жақсы көремін. Театр болып жатса, спектакль шақырып жатса, енді мен шақырып жатса қалмаймын, естіп жатсам. Концерт келіп жатқан естіп жатсам қалмаймын. Әншілер келсін, филармониядан болсын, өнер орталығына обязательно барамын. Өте сондай нені жақсы көремін. Концерт, мәдени шараларды. Бірақ кейде біз білмей қаламыз, сосын уақытпен келмей қалғанда әттең-ай деп қаламын. Өкінішпен кеш естіп қалсам өкінемін, қап деймін. Даже билет сатып алатын болсам да мен барып өзім қарамын дейді. Анандай живой Тақуяқтан театрына да барамын. Концерт, өзім жан дүнием сондай нені жақсы көремін. Әдеби кештер. Әдеби кештер. Сосын айтысты жақсы көремін. Әдемі шешен тілде сөйлеп жатқан, немен мақал мәтелмен сөйлеген адамдарды өте қатты тыңдаймын. Сондай әңгімелерін күшті көремін.